кеткен. Бапа Тақұл ұлы Мұхамедия 1931-1932 жылдары ашаршылық заманда бай, молда болғандықтан қуғынға ұшырапты. Көз көргендердің айтуынша сол кездегі Горев облысы Нововагат ауданы Забурын қырындағы Қорған деген шағылдан айдалып кетіпті. Ұрпақтары әлі де алаңдаулы. Өйткені қай жерде сотталғаны, ең болмаса қай жерде қайтыс болған туралы ақпар шықса, басына барып бір уыс топырақ салар еді. Молда болып, бай болып, жаңағы көп адам отырған Қорған деген жерде, Забурының ар жағында қырда, сол жерден айдалып кетті деп айтады. Қорған деген шағылдан. Тоқтамыстың жері екен сол негізі. Сонда бай болыпты, 40 түйе боталап тұр, 40 бірдеңе деп айтатын еді. Енем ұмытып қалдым енді үзгенде. Сол заманда жаңағы қырдың ар жағынан су тасимыз дейді. Сөйтіп жүргенде осындай әлгі заң шығып, молданы ұстайтын, жаңағы малын алатын, сондайлар шабармандар келіп, сол бір күні азаматын айдап кеткен, бірде жаңағы малдарын алып кеткен. Шешем 3 баласы бар, Тасқыстауда жаңғыз қалып қойыпты. Сол Тасқыстауда қалдым дейді. Сөйтіп жүргенде тамағымыз, атымыз таусылды дейді. Бір күні іздеп кеткенде, тамақ іздеп келейін деп кеткенде, жаңағы өгінді терезеде қарын болады дейді, түйенің қарыны менен ұстайды екен терезеден. Құтырған түлкі келіп, үлкен қызы жаңағы ана 2 балаға тигізбеймін деп, сонымен төбелесіп, жаңағы үлкен қыз сонан айтып шешесі келіп, сонымен үлкен қыз ауру болып айналғанда ол қайтады. Онан кейін бір қызы қалды. Енді сөйтіп жүргенде әке жаңағы жолдасының үлкен апалары бар еді, Иба деген не жақта тұрмысқа шыққан. Өздері 9 қыз, 3 ұлмыз дейді ғой, негізі мына көргеніміз жоқ енді, айту баяғыты атам. Соның Иба деген келіп, жаңағы қызды мен алып кетейін, сен бұл жерде күнелте алмайсың. Мен асырап өсірейін, сен ептеп мына Забурында төркініңе қарай бар деген ғой. Сонымен баланы алып кетеді, шешем сол баласын арқалап Забурынға төркініне келеді. Сол кезгі жанашырлары әжемізге сен бұлай отырма, төркініңе бар деп, Забурын селосына төркініне жіберген. Содан күнкөрістің қамы мен қолындағы ат ұстар ұлы Хисамеденді асырап сақтау үшін Забурынға қайта келеді. Аталмыш кеңшарда Сүндетбайып Кемпірбаймен көңіл жарастырып шаңырақ құрады. Сол кезде құндақта жүрген Хисамеденге осылайша екінші әкесі Кемпірбайдың тегі беріледі. Бір жерде бәркім дізімі шығама қайтқан. Балалар өсті ғой, немерелері. Бір ескертіс қойғандай боламыз да, енді жұрт қашыққа барып келіп жатыр ғой. Енді менің өзім ойым осы мына Ақтөбенің бер жағы, осы Оралдың, осы мен қашыққа кетпегенмін деп ішіммен ойлап отырам, көкірегім сүйдейді. Енем айтатын, түрмеде жатқанда 3 адам болып жатыр екен. 2 адам тасты суырып түрмеден қашып кетті. Мына кісі толық кісі екен, шыға алмай қалды деп күліп отыратын. Енді соларды ойлаймыз ғой баяғы. Бұл азаматтардың қазір 3-4 буындары өздерінің ата-бабаларын ақтап алу үшін жұмыстанып, өтініштерін өңірлік комиссияның кеңсесіне тапсырып жатыр. Атадан балаға үзбестен жеткізіліп ұрпақ санасына хатталған мәліметтерден басқа қандай дәлел болу керек? Ұлт руханиятына білім мен байлығын қоса сарп етіп, қызмет еткен бабалардың есімдері ұрпақ жадында мәңгі сақталуы тиіс.